Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансұлу, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге чак-чактың рецептімен бөлісемін. Дайындалуы өте оңай, өте дәмді және тез дайын болады. Ол үшін 2 жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, қамыр илейміз. Алдағы уақытта менің каналымнан шығатын видео рецептерді жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Чак-чактың дайындалуы бұрында өте қиын деп ойлайтынмын, сөйтсем оңай екен. Қазір шаймен ішкенге осылай жасап отырамын, сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Қамырды илеп болған соң 10 минутқа бетін жауып, бөлме температурасында қалдырамыз. Қамырымызды 10 минуттан соң алып, өте жұқа етіп жаямыз. Қаншалықты жұқа болған сайын, соншалықты қытырлақ болып шығады. Қамырды жұмыртқаға илеген соң бастапқы кезде жайылуы қиындау болады, қатты болып тұрады, алайда барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Қамырды жұқа етіп жайып болған соң, видеода көрсетілгендей етіп кесеміз. Осы уақытта табамызға майды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған табаға қамырымызды біртіндеп салып отырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Мендегі рецепт осындай, сіздерге ұнады деген ойдамын. Видео пайдалы болса лайк басып, комментарий қалдырып қолдап кетіңіздер. Чак-чакты өз қалауларыңыз бойынша сгущенкамен немесе сахарный пудрамен немесе жай өзін жесеңіздер де болады. Дәмі өте керемет шығады. Мен сахарный пудра және сгущенкамен жасадым. Сіздерге ұнайды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.